Міне қазір Бұлбұлдың мұзға шыққанын тамашалаймыз. Бұлбұлда хоккейге тура осындай, сәл үлкенірек жаста келген шығар. Қазір Бұлбұлдың дайындауын көреміз. Кәсіби түрде болсын деп өзіміз тікелей сол кәсіби жолды іздедік. Алматыда бағымызға қарай 6-шы мектепті таптық, одан кейін бірінші рет барып көріндік. Содан қызық оқиға болғаны, жаңағы завучқа кірген кезімізде Бұлбұлға былай басынан аяқтан қарап, мына қыз енді фигурный катанияға болмайды енді деп күлді. Менің есімім Мәсен болады. Менің 2 қызым бар, үлкен қызым Құралай, кіші қызым Бұлбұл, тұңғыш Қазақстаннан шыққан, Американың ұлттық құрамасында ойнаған. Мен Жамбыл облысында туылғанмын, әжемнің қолында, апамның қолында. О жерде бокс болды и күрес болды. Сол боксқа барып 1-ші класста біреудің мұрнын бұзып, сон мен әже айтады, ой, бармайсың, ұлдар үшін деп. Мен өзімді спортсмен түрлі көрдім, сол үшін жылап, қайта-қайта мамама, апама айтушым, мен спортсмен болғым келеді, мына жерде оқым келмейді деп. Содан кейін маған спорт интернат тапты. О жерге келдік, жазда келдік. Олар айтады, бізде футбольный құрама жоқ қыздардың, бірақ хоккей бар. Мен білмеймін, хоккей не ол екен. Ешқашан естімеппін. Сол мектепке түстім. Енді жазда біз жай жүгіріп, футбол ойнап жүрдік. Енді күз басталған кезде сезон басталды. Коньки теуіп, хоккей басталды. Бірақ ең алдында кішкене қиындықтар болды. Бұл ауырлау деп, жылдамдық жетпейді деп. Өйткені негізі ол кешірек келді ғой хоккейге. Бұлбұлдың өзінде негізі қайтпастық сондай, қайсарлық. Қандай қиындық болса да өзі көтереді. О бастан біздің жанұямызда қалыптасқан нәрсе шығар. Өйткені біздің ата-аналарымыз да бізді солай үйреткен. Хоккейден әйелдер ұлттық құрамасына түсу үшін шында да үлкен мақсат болды, арман болды. Сол мен шында да сездім ішімде, мен барғым келіп тұр, мен барам деп. Өйткені Италияда болдық, чемпионат мирада. О жерде ұтылып қалдық, қарадым, сол құрамаға, Италия құрамасына қарап жыладым. Сөйтіп жылап тұрдым, ойладым, мен де барғым келіп тұр, мен Қазақстанды көтеріп, өзімді көрсетіп, қазақ қыздар хоккей ойнайды деген арман болды. Өзім үшін ғана емес, барлық үшін. Сөйтіп мақсат қойдым, өйткені намысыма тиді. Бір күн отырдым да 70-80 имейл жібердім барлық құрамаларға, барлық лигаларға. Өйткені мына жерде жанды жүрегім жанып тұрып, барғым келіп. Содан кейін жазды маған Канададан кел деп. Мен шында да өте рахметімді айтам мен шешеме, өйткені менің арманым үшін біздің пәтерімізді барып кредитқа тастап, кредит алып, маған билеттерімді алып, ақша беріп өзімен бірге. Сөйтіп мен Канадаға кеттім. Енді Канадаға келген кезде мен ойладым, мен енді артқа бара алмаймын. Біз өте көп нәрсе жасадық, өте көп нәрсені өттік. Шегінуге жол жоқ. Иә. Ағылшын тілін білем ба, білмейм ба, бара салдым. Сол құрамаға келіп, ағылшын тілін тез жаттадым да, солмен бірге құрамаға кірдім. Содан кейін мен Америкаға бардым, өзімді көрсетіп, жазда Миннесотаға кеттім. Тамақ жем, ұйықтайым, жаттығам болды. Солай 3 ай өтті, мен басқа штаттарға барып ұштым, құрамаларға көрсеттім өзімді. Мен Қазақстаннан келдім, көріңіз, алсаңыз, алыңыз деп. Сол 16 тамыз күні маған 2 клубтан звондады. Айтады, Бұлбұл, біздің құрамаға кел, біз Қазақстаннан хоккеистка алғымыз келеді. Сөйтіп контракт жіберді. 2 құрама, сол бір құрама таңдадым да, бірақ шексіз болды менің қуанышым, шексіз болды.
ойладым, иә, мен мақсатымды орындадым деп, иә, арманыма жеттім деп жылап, мамаға звондап, контракт жіберді деп. О, міне қараңыздар. Бұлбұлдың баннері ілініп тұр мына жерде. Мына қыздарды қабылдау дейді. Мына Бұлбұлдың өзінің бастамасы. Жұмыс жасалып жатыр. Қыздарды қабылдап жатыр. 60-тан асты деп естідім. Бар жан тәнін салып жатыр әйтеуір енді. Міне Смола деп осы жазда бастаған тірлігі Америкадан қайтып келген кезде. Мінекей ата-аналарға құлақтар болсын деп көрсетіп тұрмын. Қандай керемет. Өзінің енді осы отаныма қосқан үлесім деп санайды ол. Менің өзімнің түсінігім де сондай, оның өзінің айтуының аузынан айтқан сөзі де сондай. Осы отанымда, жерімде, туған жерімде хоккейді көтерсем деген арманы о бастан. Менің ойымша, қыздар хоккей ойнай алады. Сол үшін мен қазір академияны ашып, осы жұмысты жасап жатырмын. Өйткені мен ойлаймын, қазақ қыздары, Қазақстанның біздің қыздарымыз, балаларымыз, оларда бәрінде мынандай характер бар, былай көрсететін. Біз үшін бірінші баланың көңілі, баланың өзі, әр баланы келген кезде құшақтап, тіземе отырып сұраймын, қалайсың деп. Өйткені олар кішкентай ғой, бұлай сұрамаймын. Көңіл күйді сезіп, тренировкаға бұлай жүгіріп шығады. Содан кейін уже хоккей үйретеміз біз. Қазіргі жас өспірімдерге айтатыным, өздеріңізге сеніңіз. Өйткені бір ой келсе басыңа, ол ой күнде келмейді. Ол ой келсе, сен ол ойды арман қылып, мақсат қылып жете аласың. Сол үшін өздеріңізге сеніңіздер, жүрегіңді тыңдаңыздар. Және ата-аналарға айтатыным, балаларыңызға көбірек еркіндік беріңіз, балаларыңызға сеніңіз. Әрдайым бір нәрсе айтам Бұлбұлға. Бұлбұл, жеңсеңдер де, жеңбесеңдер де, ең бастысы сенің өзіңнің салған үлесің, хоккейге деген берген күш-жігерің, махаббатың. Ең бастысы сол. Сен егер бар көңіліңмен, көңіліңнің толқынымен ойнасаң, барлығы жақсы болады. Тәрбие берген кезде балаға тек қана ата-анасы ғана, шешесі, әкесі ғана қатыспайды. Жаңағы өзінің еңбегін сіңірген үлкен әжесі, одан кейін өзінің әжесі, менің шешем, көп жақсы қасиеттерді бойларына сіңірген сол кісілердің еңбегі деп ойлаймын. Біздің енді сіңіргеніміз одан аздау болар, өйткені үлкен буын барынша терең жақсы бір қасиеттерді тәрбиелейді деп ойлаймын өзім. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны аларсың дегендей, бар жақсымызды біз баламызға береміз, біздің ата-аналарымыз бар жақсысын бізге береді. Солай ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, барлық жақсы осы жанұяда қалыптасқан жақсы әдет ғұрып, қасиеттер, үлгілер, барлығы сол балалардан балаларға көшеді деймін. Чемпион тәрбиеледім деп мен тікелей айту енді қате болады деп ойлаймын. Сондықтан чемпион болсын, чемпион болмасын, сіздің балаңыз ең басты құндылығыңыз. Ал сіздің балаңыз үшін сіз ең үлкен құндылық. Сондықтан да бұл жерде өзіне өзі сенімділік тәрбиелеу, жаңағы шешімдер қабылдай алу қабілетін тәрбиелеу, өз ісіне өз жауап бере алатындай қабілет тәрбиелеу ең басты нәрсе сияқты. Елдің алды болу ғана мақсат емес, мүмкін елдің жақсысы бол деп үйреткен дұрыс сияқты, менің ойымша. Бұлбұлдың дауысы 1 километрден естіледі. Құдай бере сала. Все, я пошла. Ага.